Қалқанша безі ауруын өз бетінше емдеуге болмайды. Қалқанша безі ауруы соңғы кезде жиі таралып жатқан аурулардың қатарына кіреді. Бұған не себеп болып жатыр? Оның белгілері қандай? Қалқанша безі ауыратындардан нені байқауға болады? Дәл осы сұрақтарға бүгінгі видеода жауап табатын боласыздар. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Достар, және де менің каналыма тіркеліп қолдау көрсетулеріңізді өтінемін. Қалқанша безі дегеніміз не? Ол қандай қызмет атқарады? Қалқанша безі бұл көбелек немесе қалқан тәріздес ағза. Аты да осы түріне қарай түсіндіріледі. Бұл ағзада болып жатқан барлық қызметтерге әсер етеді және адам өміріне қажетті кейбір гормондарды өндіріп шығарады. Қалқанша безі бұл йод қорларын сақтауға қызмет ететін эндокриндік жүйе. Сонымен қатар ол ағзадағы фосфор, кальций алмасуына жауапты гормон болып табылады. Олар тікелей қанға бөлініп, дененің барлық жасушалары мен тіндеріне әсер етеді. Метаболизмнің әртүрлі процестерінің жылдамдығын реттейді. Осылайша барлық органдар мен жүйелердің жұмысына әсер етеді. Қалқанша безі ауруларының көріністері: жалпы және бұлшықет әлсіздігі, салмақ жоғалту немесе дене салмағының артуы, есте сақтау қабілетінің бұзылуы, назар аудару қабілетінің бұзылуы, апатия, депрессия, ашуланшақтық, жылап қалу, жұмысқа қабілеттіліктің төмендеуі, жұмысқа күштің болмауы, жалпы ісіну, оған бет, қол, аяқ, іштің алдыңғы қабырғасы, тілі жатады. Іштің қатуы немесе өтуі, жүрек ырғағының бұзылуы, әсіресе егде жастағы науқастарда, емдеуге қиын анемия, ішкі діріл, мазасыздық, қолдың дірілдеуі, қолжазбаны өзгерту, кішігірім қимылдарды орындай алмау жатады. Көз жағындағы өзгерістер, оған көздің бұлдырауы, көздің өзгеруі, қабақтың ісінуі, лакримация, әсіресе ашық жарықтан. Сонымен қатар науқас мойнының алдыңғы бетінің ұлғаюына, мойын контурының деформациясына шағымдана алады. Қалқанша безі ауруының белгілері әрдайым нақты бола бермейді. Бұл белгілердің барлығы бір уақытта байқалмауы да мүмкін. Егер сізде аталған белгілердің кем дегенде біреуі болса, қалқанша бездің қызметін тексеру керек. Эндокринолог пациентпен әңгімелесу және тексеру кезінде бұл шағымдарға міндетті түрде назар аударады. Қалқанша безі қай жаста өзгеріске түседі? Баланың денесінің қарқынды өсуі кезінде, жыныстық жетілу, жүктілік және лактация кезінде йод жетіспеушілігі орын алуы мүмкін. Бұл әрине қауіпті. Біздің еліміз йод тапшылдық аймағы болып табылады. Сондықтан зобтың дамуына жол бермеу үшін диетада йодталған тұзды қолдану керек. Йод тапшылдықтың алдын алу үшін құрамында йод бар препараттарды қабылдау міндетті. Қалқанша безі ауруының емделуі оның күрделілігіне байланысты. Сондықтан да аурудың алғашқы белгілері пайда болған кезде мамандарға жүгіну өте маңызды. Өз бетінше емделуге болмайды. Сіз тек өзіңізге зиян келтіруіңіз мүмкін. Емделудің үш негізгі әдісі ол дәрі-дәрмекпен, хирургиялық немесе радиойод терапиямен. Йод адам ағзасы үшін маңызды микроэлементтерге жатады. Оның тәуліктік мөлшері 100-150 мг. Егер йод тапшылығы жоқ адам йод препараттарын мөлшерден көп қабылдаса, жанама әсерге әкелуі мүмкін. Қалқанша безінің гормондары қалыпты өсуді, дамуды, метаболизмді, дене температурасының және қан ағымын реттеуде маңызды рөл атқарады. Қалқанша безі ауруының дамуына жол бермеу үшін салауатты өмір салтын сақтап, дұрыс тамақтануды қолға алуымыз қажет. Оған қоса стресстік жағдайларды болдырмауға тырысу, тамақ өнімдері мен дәрумендік қоспалардың көмегімен ағзадағы йодтың құрамын бақылау, қауіпті заттармен жұмыс істеу кезінде қорғау құралдарын пайдалану, жасыл шайды міндетті түрде қолдану, өйткені ол организмнен зиянды заттарды кетіруге көмектеседі. Тамақтану рационына жаңа піскен көкөністер мен жемістерді қосу. Сонымен қатар қалқанша безінің ауруының алдын алу маңызды әдіс. Организмдегі
йод жетіспеушілігін жою. Қалқанша безінің гормондары өз нормасынан көп бөлінген жағдайда мына өнімдерді қабылдасаңыз болады. Ақбас және түсті қырыққабат, брокколи, брюссель өскіндері, саумалдық, соя бұрыштары, шабдалы, алмұртты көбірек жеу керек. Ал енді керісінше, қалқанша безінің гормондары аз бөлінген жағдайда мына өнімдерді қабылдаңыз. Теңіз қырыққабаты, краб таяқшалары, балық, әсіресе нәлім балығы, құрма, киви, қара өрік, мүкжидек, сәбіз, қызанақ, сарымсақ, бұршақ және саңырауқұлақты үзбеңіз. Ал тәтті, газдалған сусындардан, торттан, кәмпиттен, қуырылған және майлы тағамдардан, жартылай фабрикаттардан, фастфуд өнімдерінен бас тартқаныңыз жөн. Ал достар, бүгінгі ақпаратым сіздерге ұнады деген ойдамын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көптен көп рахмет. Сауда саламат болыңыздар, ауырмаңыздар.